2019 жылы 12 сәуірге қараған түні израильдік SpaceIL компаниясының Берешит ғарыш аппараты айға сәтті қона алмай қирап қалды. Ақпанда Falcon 9 зымыранымен ұшырылған зонд жер айналасында бірнеше маневрлар жасаған соң 4 сәуірде ай орбитасына шыққан. Аппараттың құрғақ массасы 150 кг және 400 кг-нан астам отыны болған. Биіктігі 1,5 метр, диаметрі 2 метрлік зонд айға ұшырылған ең кішкентай аппарат еді. Ғарыш аппараты магнитометрмен, лазерлік шағылдырғыштармен және 8 камерамен жабдықталған болатын. Берешиттің салқындатқыш жүйелері болмағандықтан, ол айдың жарық жағындағы жоғары температура жағдайында 2 тәулік қана жұмыс істейді деп күтілген. Берешит айдағы ашықтық теңізінің солтүстігіне қонуы тиіс болатын. 10 км биіктікте негізгі қозғалғыш кенет өшіп қалды. Оны қайта қосу үшін борттық компьютерді қайта жүктеуге тура келді. Бірақ тым төмендеп кеткен зондты тежеу мүмкін болмай, ол ай бетіне құлап түсті. Бәрі сәтті өткенде Израиль айға ғарыш аппаратын жұмсақ қондырған 4-ші мемлекет болушы еді. Дегенмен Берешит ай орбитасына шыққан алғашқы жекеменшік аппарат ретінде тарихта қалды. Бұл Берешиттің жерге жіберген соңғы суреті.